Көрнекті ғалым Зейнолла Қабдолов көркем шығарма адамға өмірді таныта тұра, адамды тәрбиелейді. Бұл арадан келіп, әдебиеттің қоғам өміріндегі тағы бір тамаша маңызы шығады. Әдебиет адамға өмірді танытып қана қоймайды, олардың сол өмірге көзқарасын қалыптастырады. Мінез құлқына ықпал етеді. Күллі тұрмыс тіршілігіне әсер етеді деген екен. Сәлеметсіздер ме? Ақиқат өмірдің сырлы суреті, халықтың көркем тарихынан сыр шертетін қазақ әдебиеті бағдарламасының кезекті 8-ші сыныпқа арналған саны Алаш арыстарының бірі Міржақып Дулатовтың шығармашылығына арналады. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданында дүниеге келген. Әуелі ауыл мектебінде оқыған. 1897 жылы Торғай қаласындағы орыс қазақ мектебіне түсіп, 1902 жылы оны ойдағыдай бітіріп шығады. 6-7 жыл бойы ел ішінде ауыл мектептерінде бала оқытады. Мұғалім бола жүріп өлең жазады. Міржақып, өздеріңіз білесіздер, сол 20 ғасыр басында қазақ қоғамында, қазақ руханиятында үлкен еңбектер жасаған тұлға. Оның поэзия саласында да, көсем сөз саласында да, проза саласында да, тіпті кейбір жағдайда жаңағы ғылыми зерттеу деп те айтатындай кейбір мәселелерді қарастырғанда бағыттары болды. Сонымен бірге Міржақып Дулатұлы сол дәуірде аса қажеттілігі байқалып отырған қазақ мектептері үшін алғашқы оқулықтарды жазған адамның бірі. Міржақып 1904 жылы сол кезде қазақ оқығандардың бас қосатын орталығы Омбы қаласына сапарға аттанады. Сол жерде Ахмет Байтұрсыновпен жүздесіп, ақтық демдері біткенше жұп жазбай өткен екі есіл ер әуелі астыртын жұмыстан бастап, кейін жария сипат алған революциялық жұмысқа белсене араласады. Осындай қызу қимылмен көзге түскен 20-дағы жас жігіт Қазақ конституциялық демократиялық партиясының Оралдағы съезіне қатысады да, соның делегаттары қатарында 1906 жылы Петербургке барады. 1907 жылы Петербургте шыққан Серке газетінде Міржақыптың жастарға деген өлеңінің басылу сыры да осында. 1907 жылы Уфа қаласында Оян қазақ өлеңдер жинағы басылып шықты. Осындағы өлеңдері: көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті, дін нашарлап, хал харам боп, қазағым енді жату жарамасты деген оймен мазмұндас. Осындағы оян сөзі биік идеялық мақсаты, басты рухани нысанасы. Ақынның негізгі азаматтық позициясы ең алдымен халқының өткен тарихына, қазіргі жағдайына қадалған. Қараңғыда қамалған ел үшін сергек, жігерлі, салмақты ұран тастайды. Міржақып үшін жанды азапқа салатын ең үлкен жара қазақ жерінің тағдыры. Бұл азамат үшін айырылмас дерт, тарқамас шер. Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы қазақ газетін шығарды. Өздеріңіз білесіздер, 13-18 жылдар арасында. Бұл газет сол кездегі халыққа, қазақ халқына өркениеттің жолын, азаттықтың жолын, ел болып етегін жауып, дұрыс бағыт түзудің мәселелерін күнделікті қозғап отырған аса бір бұл қайраткер адамдардың жанкешті еңбегінің көрінісі. Шырайлы жерлерден, атақоныстан айырылған қазақ халқының басына түскен ауыртпалықты ақын қайғылы хал, азалы сарын етіп көрсетеді. Ал қазақтың өз ішіндегі кесапаттар билікке таласып, надандыққа белшесінен батқан, оқу білімнен құр алақан қалған, аянышты тағдырлар, осының баршасына ақын өзінің айқын көзқарасын білдіріп, жаңалыққа, ғылымға, адамгершілікке үндейді. Алаш деп ұран салып, оян деп шырылдайды. Міржақып Оян қазақ арқылы қазаққа еңбек ет дейді, оқы дейді, тұрмысыңды түзе дейді, озған жұрттардың қатарына қосыл дейді. Міржақыптың жаңағы азаматтық ұстанымы, ұлт жандылығы,
аса көрінеді осы шығармаларында. Қай мәселе болсын, айналасында болып жатқан құбылыстардың ешқайсысын назардан тыс қалдырмаған. Халқының басындағы ауыр қасіретті айқын көріп, дәл басып айта білген ақын енді содан айықтырудың жолын іздейді. Сол дәуірде бел алған төңкеріс идеясы емес, адамге игіліктерді, дін, иман жолын әспеттеп, білімге, адамгершілікке, оқуға, мәдениетке үндеу жас ойшыл Міржақып таңдаған арна. Біз бүгін Міржақып ақынның «Шешенің балаларын сүю» атты өлеңімен кеңірек танысамыз. Кім сендерді балалар сүйе тұғын, қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйе тұғын, түн ұйқысын төрт бөліп кірпік қақпай, шешең байғұс дамылсыз жүре тұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп, ойнатып, сергітетін, жалқау болсаң балалар, жаман болсаң, қамқор анаң көз жасын көлдететін. Бұл өлеңнің тақырыбы ананың балаға деген махаббаты. Идея тақырыппен тығыз байланысты. Идеясы ананы сүю, балаға ананың қадірін ұқтыру. Міржақыптың анасы Дәмеш қарапайым, жұмсақ мінезді болған екен. Алайда той-думандарда жан тебірентер әсем дауысты атақты әншілердің өзін таң қалдырған. Ал әкесі ұста болған. Міржақып өзінің өнерлі анасынан 2 жасында айырылған. Өлеңде ақынның анасына деген ұлы махаббаты жатқандығы анық. Ақынның келесі өлеңі жастарға деп аталады. Найзаменен түртседе жатырсың қазақ оянбай, мұнша қалың ұйқыны бердің бізге, ой аллай. Бар мекен біздей ғафыл жұрт, атырафқа көз салсақ, көз үскенше ұйқыға келе жатқан той алмай. Етемін үміт жастардан, жаңа гүл ашқан бақшадай, мұрадын оңай кім табар, жар салып жұртқа қақсамай. Халыққа жастар басшы бол, қараңғыда жетектеп, терең судан өтерме, мың қойды серке бастамай. Бұл 20 ғасыр басындағы қазақ қайраткерлері, алаш қайраткерлері дейміз ғой, осы адамдардың қазақтың болашағы үшін алаңдап, көп қозғаған мәселесі қазірде де өте өзекті. Салғырттық, жаңағы біліктіліктің төменділігі кей мәселеде, кей бос мақтан, бұл қазаққа бір тән сипаттар ретінде өзі жақсы қасиеттерді көп халқымыздың аса бір жағымсыз осындайда әдеттері бар екендігі рас қой. Әй деп бір бойкүйездік, сол бос жүрмесе екен, жинақы болса екен, сергек болса екен, еңбек етсе екен, жауапты болса екен, ізгілік адамгершілік қасиеттерден айнымай ғұмыр сүрсе екен дейді. Бұл өлеңде ақын жастарға ой тастайды. Ол жеке адамды, жеке ойды, жеке оқығанды бөліп алмайды, тұтас қарайды, шолып айтады. Жалпы жастарға қарата сөйлейді. Өз халқы мен өзге халықтарды салыстыра отырып, артта қалған мешеу ауыл үшін күйіне зар төгеді. Өлеңнің негізгі идеясында жастарды бірлікке, ымырашылдыққа шақыра отырып, халыққа жатпалық, алдымыздан ақ жол ашылсын. Заман қазақ үшін жақсы күнге айналсын. Жас қазақтар ұран қосыңдар деген жалынды тілек жатыр. Жеке бастың, әлеуметтік топтың, белгілі таптың мүддесі емес, ақынды толғандырар мәселе халық тағдыры, елдің қайғысы мен мұңы. Айналып келгенде 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бір арнаға саяды. Ол ел мұңы, ел шері, ел зары, ел кегі. Әдебиеттің барлық жанрында бірдей қалам тартқан қаламгер, қоғамдық әлеуметтік іске жанын салып араласқан қайраткер Міржақып Дулатұлының өмірлік мақсатының биік нысанасы, тапжылмас темір қазығы, бір күндік даңқ, өтпелі дәулет, баянсыз шен емес, туған халқының бостандығы, өзін өзі билеуі, орталық езгіден құтылуы. Қазақ жұртының болашақ буынына алаш деп ұран салып, келешек үшін арыстанша алысқан Міржақыптың өлеңдері үнемі ерлікке, елді сүюге үндей бермек. Бүгінгі әңгімеміз осымен тамам. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.